Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дәулет. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай Minecraft PS серверіне кіретін боламын. Версия 1.1.5 немесе басқа версиялармен кіруге болады. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.0 деген версиялармен кіруге болады. Және егер сіздер серверге кіре алмай жүрсеңіз немесе сондай жағдайлар болса, сіздерге үйрететін боламын бүгінгі видеода. Бірінші, біз өзіміздің атымызды ауыстыру керек. Ол үшін настройкиді басамыз, профиль дегенді басамыз. Потом мынаяқта өзіміздің атымызды басқаша жазамыз. Тек қана ағылшынша жазамыз, өйткені мұндай орысша сөздер, қазақша сөздер келмейді бұған, тек ағылшынша сөздер. Жаздық делік өзіміздің негімізді. Және басқа проблема шығады. Сіздерде мобильный интернет бар, бірақ Wi-Fi жоқ. Егер мобильный интернетпен кіре алмай жүрсеңіздер, ол үшін настройкиді басамыз, профиль дегенді басамыз и использовать сотовую сеть передачи данных дегенді басамыз. Осыны басқаннан кейін мынаяқта осындай сөздер шығады, оны окей дейміз. Сосын болды. Және сіздер мобильный интернет арқылы кіре аласыздар. Сосын егер қазір серверге кіруді үйрететін боламын, ол үшін играть дегенді басамыз, друзья дегенді басамыз, сосын мынаны басамыз. Мынау тұрғанды бастық и адрес сервері дегенді бүйтіп жазайық. И бой жазуға болады, бірақ мен сіздерге осыны жазуды үйрететін боламын. Имя сервер дегенде любой жазуға болады, адрес сервер дегенде IP жазасыздар, портқа бүйтіп салсаңыздар болады, өзіңіз білесіздер. Сохранить басамыз. Сосын играть емес, сен сервердің үстін басамыз, жаңағы. Мынаяқта бізде пароль жаз деп тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дейік. Мінекей 8 дедік. Мінекей осылай серверге кіріп ойнай береміз. Ал егер сізде шығып кететін болса, онда сіз басқа никпен кіріңіз. Немесе восстановить етуді сұраңыз создательдерінен. Және осыған кіріп қайта шыққанда қайттан жазасыздар осыны. Жаңағы пароліңізді 1-ден 8-ге дейін жазған дұрыс деп ойлаймын, өйткені ол ұмытып қалмайсың және оңай тез жазылады. Және достар, осы серверге кіріп кетіңіздер и сау болыңыздар.